Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 4-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. 5-ші бөлім табиғат құбылыстары. Пән мұғалімі мен Мұрзаканова Қызғалдақ Ақылбекқызы. Ой қозғау әдісі арқылы сабағымыздың тақырыбын ашып көрейік. Балалар, алдарында жатқан суреттерден нені көріп тұрсыңдар? Осы берілген суреттер қысқы ойындарға жата ма? Балалар, қандай қысқы ойын түрлерін білесіңдер? Жарайсыңдар, керемет. Сонымен қысқы ойындар, бұлар сырғанақ тебу, шана тебу, коньки тебу, қар атысу, шаңғы тебу және аққала соғу. Сонымен сабағымыздың тақырыбы қысқы ойын. Ал сабағымыздың мақсаты шағын коллажды сөйлемдермен толықтыру. Балалар, жаңа сөздермен танысайық. Шана, шаңғы, тоңу, аққала, мұз, қырау. Балалар, сәйкестендір әдісі арқылы мына тапсырманы орындайық. Тапсырма: суреттегі кейіпкердің сөздерін сөйлемдермен сәйкестендіріп белгіле. Яғни кестеге қараймыз. Енді тексереміз. Жарайсыздар. Келесі тапсырма: ең бірінші мәтінді тыңдап алайық. Қыз көңілді өтті. Мен Әлібек, Дана, Алуа, Әли бесеуміз тауға бардық. Тауда Алуа мен Дана шанамен сырғанады. Ал Әлібек, Әли үшеуміз шаңғы тептік. Киіміміз, қолғабымыз су болды. Етігімізге қар кірді. Бірақ біз тоңбадық. Түстен кейін саябаққа бардық. Онда коньки теуіп, қар лақтырып ойнадық. Таза ауа, айналамыз ақ қар. Әлібек қардан ақ аю жасады. Алуа мен Дана ақшақар, ал Әли екеуміз ақ қала жасадық. Әли ақ қалаға өзінің бөкебайын байлады. Сәбізден мұрын жасадық. Сосын бәріміз қардан үйшік жасадық. Қарды домалатып бір жерге жинадық. Ішіне шам қойдық. Қардан жасалған ертегі қаласы әдемі болды. Жарайсыздар балалар, тыңдап алдық. Енді тыңдау, көру, орындау әдісі арқылы мына тапсырманы орындайық. Яғни тыңдаған мәтінге сүйене отырып, суретті сөйлемдермен толықтыр. Яғни суреттің орнына сөздер қойып, сөйлемдерді толықтырамыз. Жарайсыздар. Енді тексеріп көрейік. Тауда Алуа мен Дана шанамен сырғанады. Әлібек, Әли үшеуміз шаңғы тептік. Онда коньки теуіп, қар лақтырып ойнадық. Әлібек қардан ақ аю жасады. Алуа мен Дана ақшақар, ал Әли екеуміз ақ қала жасадық. Жарайсыңдар, керемет. Енді келесі тапсырмамыз ойлантап әдісі арқылы берілген сөздерден дұрыс сөйлем құрастырасыздар. Берілген сөздерге қараймыз. Сөйлемді рет-ретімен жазамыз. Жарайсыңдар балалар, енді тексеріп көрейік. Біз қыста сырғанақ тебеміз. Қарды домалатып, бір жерге жинадық.
Қысқы демалыс көңілді өтті. Киіміміз, қолғабымыз су болды. Керемет, жарайсыздар. Келесі тапсырма бізде сергіту жаттығуы, яғни дыбыстық жаттығу. Менімен бірге қайталаймыз. Ыс, келді қыс. Ан, соқты боран. Ар, үлпілдек қар. Т, аяз қатты. Енді тезірек айтамыз. Ыс, келді қыс. Ан, соқты боран. Ар, үлпілдек қар. Т, аяз қатты. Жарайсыздар, керемет. Келесі балалар, сіздерге кері байланыс жасаймыз. Сабақ ұнады ма? Яғни смайликтер арқылы өздеріңіз кері байланыс жасайсыздар. Сұрақтар: жылдың қазір қай мезгілі? Қыста не жауады? Қыста қандай ойындар ойналады? Керемет, жарайсыздар балалар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.